Қаламызда тұрғындардың мобилдік сауаттылығын көтеру мақсатында семинар-тренингтер жалғасуда. Бұл жолы білім күні қарсаңында білім беру саласына арналған мобилді қосымшалар атты тренинг өткізілді. Бұның бәрі Кесел және Event компанияларының Digital Life бағдарламасының бір бөлігі. Айта кету керек, бұндай семинарлар еліміздің 16 қаласында өткізілді. Ал бағдарламаның Петропавлдағы әріптестері Первый Северный арнасы. Андроида сделали программку получше. GeekSmith, она так называется. Интересная программа, это ваш репетитор по математике, решатель типовых задач. Эта программа разработана доцентом МГУ. Бұл жолы залға жиналғандар білім беру саласына арналған түрлі қосымшалармен танысты. Студенттермен қатар тәжірибелі мамандар үшін бұндай қосымшалар қажет екені сөзсіз. Жалпы 23 мобилді қосымша таныстырылды. Олардың ішінде келушілерге әсіресе онлайн білім беру және шет тілді үйренуге арналған қосымшалар ұнады. Мне очень понравился мастер-класс, узнал очень много нового, услышал про разные приложения, которых до этого не знал. Я считаю, что они очень полезны, хоть и многие из них платные. Бесплатными обязательно воспользуюсь. Ну, сейчас у всех есть смартфоны, все пользуются ими, и приложение, я думаю, освещать актуально будет. Интересный очень тренинг, хорошая подача, ничего лишнего. Очень хорошо, когда можешь новый материал сразу применить на практике, то есть скачать приложение, установить его. Этот тренинг очень полезен для студентов и для школьников тоже. Ұйымдастырушылардың сөзінше, мұндай тренингтер айына 2 рет ұйымдастырылатын болады. Келесісі қыркүйектің 17-сі өтеді деп жоспарлануда.